Ассаламуалейкум, құрметті мұсылман қауым. Бүгінгі бейнероликте сіздер араб әліппесімен танысасыздар. Араб әліппесімен бүгінгі бірінші сабақ, яғни Құран үйрену курсының бірінші сабағы араб әліппесі. Араб әліппесінде негізі 29 әріп бар. Араб тілі оңнан солға қарай оқылып жазылады. Оқу барысында, осы алдағы оқу барыстарында барлығын түсінетін боласыздар. Мен бүгінше осы араб әліппесінен Алла қаласа бастайын деп отырмын. Әлиф, әлиф, бә, тә, ث، جیم، ح، خا، دل، ذل، را، ز، سین، شین، صاد، داد، تا، ظا، عین، غین، ف، قاف، کاف، لم، میم، نون، واو، ها، لام ألف، يا،